Үйдегілерге не жасап берейін кешке десем, оңай ғана самса жасай сал дейді ғой. Оңай бар ма екен самсаның? Әшейін аузының бір шетінен шыға салды ғой самса жасай сал деп. Самсаға 3 қамырды бірдей жайып, арасына сармай жағып, оны бөліп отпай, дәл осындай оңай ғана самса жасап бере салдым. Әрине, сіздермен де бөлісемін. Ерініп тұрған кезде жасап көрсеңіздер, өте жұмсақ әрі керемет дәмді болады. Алдымен мынандай жұмсақ қамыр дайындайсыздар. Мөлшерде көрсетілген ұнға сармай салып кружка дайындайсыздар. Мен көбіне 82% амиранның сармайын қолданамын. Бұл сармай көп заттарды жұмсақ етіп шығарады. Он мен сармайымыз осылай бір келкі болған соң, бір жұмыртқа, бір шай қасық қопсытқыш және 3-4 қасықта толтырып сметана саламыз. Шай қасықта тұзды да ұмытпай, барлығы бір келкі қамыр болғанша араластырып елейміз. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ қамыр болды. Қамырды тындырамыз. Тынып алғаннан соң дәл осы көріністе сопақ тәрізді етіп жайып аламыз. Жайылған қамырды ортаға жиырып, дәл осы көріністе ашсаңыздар, осындай әдемі қамыр дайын болады. Ал салмасына картоп, пияз, ет және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сұйық май салуды ұмытпаңыздар. Ұзыннан ұзын жайылып тұрған қамырымыздың үстіне салмасын толтырып саламыз да дәл осы видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз. Енді үстінен жұмыртқаның сарысына аздап қана сүт араластырып жағамыз да күнжіт сеуіп қызып тұрған пешке жібереміз. Қып-қызыл болып пісіп шыққан самсаларды тек ерінгенде ғана емес, қонақ дастарханға да дайындап көріңіздер. Қонағыңыз рецептін сұрайтындай самса болады. Видеоға лайк бассаңыз маған шабыт болады.